Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей арнайы кітапханада әлеуметтік бейімдеуде өмірде шектеу жоқ атты мүмкіндігі шектеулі дарынды оқырмандармен подкаст жобасы жұмысын жалғастырады. Есімім Бибігүл Әукенқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың құрметті қонағы, аяулы ана, ардақты әже, біздің тұрақты оқырманымыз, күйші, TikTok желісінің белсендісі Әділбекова Жанат Үрімжанқызы. Сізді кітапханамызда көргенімізге, бүгінгі күні сізбен кездескенімізге, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Жанат Үрімжанқызы, сіз өзіңіздің өміріңіз туралы, отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Мен Жанат Үрімжанқызы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданында туып өскенмін. 1968 жылы 26 сәуірде дүниеге келдім. Әкем Үрімжан Қалижанұлы үлкен қызметкер болды. Бастық болды, главный бухгалтер болған. Анам Аққыз күйшінің шәкірті, атақты күйші Шертпе күйдің шебері болды. Барлық музейлерде, Қарағандының музейінде, ауылдың музейінде өзінің үлкен бұрышы бар. Өзім 6 ағайындым. Сыңарым бар, егізім. 6 ағайындымның ең үлкені ауылда бүкіл машинаны жөндейтін, қалжыңмен айтсақ, хирург десе де болады. Екінші ағам кәсіпкер болды. Үшінші ағам атақты күйші, Төкпе күйдің шебері. Әл-Фараби атындағы институт бітіріп берген. Өкінішке орай, осы кәсіпкер ағам 50 жасында өмірден озды. Күйші ағам 40 жасында өмірден озып кетті. Бірақ бәріне үлгерді. Күйші ағам үлкен ансамбль ашып кеткен жастарға ауылда. Өзінің несі бар, музейде тоже бұрышы бар. Сол менің қысқаша баяндамым. Балалық шағыма келсем, үлкен естеліктер бар әрине. 3 ағам, жаңағы 2 үлкен ағам спортқа жақын болды. Кіші ағам жаңағы домбыра ұстап жүреді, ол әппақ тамаша киініп алып. Сол 2 ағамның жаңағы жанында жүріп, мен де спортпен айналысқан күндерім болды. Велосипедтен бір түспеймін, ауыл-ауылға велосипедпен кететінмін. Сондай кішкене спортқа жақын болып, солай өте тамаша өмір сүрдім жастық шағымда. Мектеп бітіргеннен кейін қандай мамандыққа түстіңіз? Мектеп бітіргеннен кейін мені Жезқазған қаласына жаңағы культпросветке оқуға жіберді, үйдің іші. Содан жаңағы осы культпросветті бітіргеннен кейін елге келдім ауылға. Содан әкем айтты, сені главный бухгалтер боласың, менің жолымды қуасың. Сондықтан тағы да 1 жыл, ол кезде жұмыс істейді ғой, 1 жыл жұмыс істемей оқуға түспейсің. Сол 1 жыл жұмыс істеп кел, тағы да Жезқазғанға барасың, трикотажный фабрика бар, сонда жұмыс істеп кел 1 жыл. Сонан кейін келгеннен кейін Ақмола дейді ол кезде. Ақмолаға оқуға түсірем өзім деді. Содан жаңағы Жезқазғанға бардым, красильный цехтың ең ауыр несін жұмысын істедім. Ол кезде мен 18-ден, 17-ден 18-ге келіп барған кезім. Содан 1 жыл жұмыс істеп келгеннен кейін тұрмысқа шығам деді. Ол кезде балалық қой енді, оқып алу деген, нету деген жоқ, жақсы заман болған ол кезде. Сонан кейін тұрмысқа шығам деп сөйледім. Сонан кейін әкем айтты, онанша оқып ал деді. Оған балалық шақта көнеміз ба? Содан мен тұрмысқа шығып кеттім. Мынау Алматы облысының, қазіргі Алматы облысы ғой, Талдықорғанның ар жағында бір елге шықтым ауылға. Өзім жаңағы бір-бірімізбен жаңағы бақытты болып өмір сүрдік. Ортамызда қызымыз бар, ұлымыз бар. Бірақ енді тағдырдың тәлкегіне жаңағы ілігіп, арамыз жараспай, кейіннен екіге бөліндік. Содан бері менің жалғыз басты анамын. Өзім қазір 2-ші группа инвалид салам. Көзден сөйтіп. Көзіңіз неше жасыңыздан ауырады? Көзім бертін келе сол
жаңағы бала шағамды өзім жалғыз асырап жүрген кезде өте көп қиыншылық көргем. Сол кезде енді адам жылап сөйтіп жүреді ғой, сол кезде кішкене көзім нашарлай бастады. Содан инвалидскке өттім. Көзім нашарлап кішкене көрмей қалғаннан кейін. Алға қойған мақсаттарыңыз бар ма? Жоспарларыңыз бар ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Алға қойған мақсатым мен кәсіпкер болғым келген, ағам сияқты. Саудамен айналыстым сол тұстарда. Тұрмыстан қайтып келгеннен кейін. Содан жаңағы саудамен айналысып жүрдім, ағама да көмектесіп жүрдім, өтпей қалған товарларын мен сатамын деп таласып. Сөйтіп өзімнің товарымды да алып уже айналысып жатқан кезде Алматыдан барып товар әкелем деген оңбай тоналып қалған кезім болды. Содан кейін ол болмай қалды. Негізі мен әлі күнге шығармам сол. Жаңағы, иә. Шетелдерге барып, басқа да қалаларға барып, саяхат жасап тұрасыз ба? Әрине, осы шетел болғанда мінекей осы Қазақстанның ең тәуір керемет жаңағы жерлеріне бардым. Осы Қазақстанда да жетеді екен. Қаншама көрікті жерлер, жаңағы Шымкенттің көрікті жерлерін көрдім, Алматының, одан әрқысы Бурабай, жаңағы Қостанай, енді Қостанайға барғалы отырмын, Сосновый Борын көрмекшімін. Одан әрі қаншама жерді көретін жоспарым бар. Алла аман берсе. Ол саяхаттардан қандай әсер аласыз өзіңізге? Өте тамаша әсер аламын. Осы барған кезде өте жақсы демалып қайтамын. Қандай қуаныш, қандай бақыт деп. Мінекей бақыт деген сол, адам үйде отыра бермеу керек, уайымдап. Лажы келсе, шетелге болсын, өзіміздің Қазақстанның керемет көрікті жері болсын, бәріне шығып отыру керек. Уайымға, құрбысқа салына бермей. Сондықтан айтарым, өз-өздеріңізді еркелетіңіздер, өз-өздеріңізді барлық жерге қыдыртыңыздар шама келсе. Жұмыс деген бітпейді, жұмыс деген арасында демалу керек, арасында өз-өзіңді еркелетіп қыдырту керек, демалту керек. Неше немереңіз бар? Менде жиен немерелерім бар, 2 ұл, 1 қыз бар. Және өзімнің ұлымның баласы бар, кішкентай, 1 ұл бар. Осы жақта тұрады? Иә, осы жақта тұрады. Сол немерелердің ортасында өзімде гүл жайнап, бақытты кешіп жүрген жағдайым бар. Домбыра тарту ол ағаларыңыздан сізге дарыды ма әлде? Әрине, үйрендіңіз бе? Әрине, мен жас кезімнен тартамын. Ол былай болды. Мен жаңағы анам шертпек үйдің шебері ғой. Қыз күйшінің шәкірті өзі. Бүкіл жерлерді Москваға шейін аралаған кісі ғой. Сол кісінің ортасында жаңағы ағам төкпек үйдің шебері, екеуінің ортасында жүріп, сұлықпен үйренгенмін. Тез қағып алатынмын. Даже ағам тартып шығып кетеді. Қайтып келгенде мен соның күйін тартып отыратын. Сонда таңғалатын, қалай сен кім үйретті дейді. Мен айтып, сендер жаңа тартып кеткенсіңдер, менің артынан салып алып отырмын деп. Сонда сол кісілердің жаңа күйлерін нота білмесем де сұлықпен үйренгем. Өз өнеріңізбен үйрендіңіз? Иә, өзімнің енді талант бар, күтім жоқ дегенде мен оқыған жоқпын ғой. Сондықтан солардан қарап отырып, естіп отырып. Өлең айтпайсыз, тек қана күйлерді? Иә, өлеңде айтатын шығармын, бірақ дауысымды сынап көрген адам емеспін. Домбырасыз айтпайсыз, е? Домбырасыз да, домбырамен да айтпаймын. Халық әндерін айтпайсыз, е? Былай ішімнен айтып, нетіп, қате бар, дұрыс па, даже мен еліктім біліп отырам. Бірақ өзім айтпаймын. Сұлық бар ғой онда? Сұлық бар. Енді шығармашылыққа, кітапқа деген қандай сүйіспеншілігіңіз бар? Кітапқа деген сүйіспеншілігім өте жақсы. Мына осындай сотқа шықпай тұрған кезде осындай библиотека қоймайтынбыз. Сразу үйге алып келіп, кәдімгідей сыңарым Жанар екеуміз, менің егізім бар ғой сыңар, сол екеуміз әңгімелеп жаңағы ол маған оқып береді, или мен оған оқып беріп, екеуміз талқылап отыратынбыз. Оған қатты құмар болғанбыз. Жақсы. Жанар, ол кісі қазір қайда? Қазіргі таңда? Әлде бір шаруалармен айналысып жүр ме ол кісі? Иә, ол Алматыда ол отырады. Ол кәсіпкер. Үлкен Қытай менен екі ортада сондай кәсіпкер. Сол ұлының үйіне кетті Алматыға. Кеше бүгін таңертең кеткен. Содан мәзір өзінің немересін де көріп келейін. Жарайды той бар, тойға да барып қайтайын деп.
жаңағы келіннің сіңлісі тұрмысқа шығып жатқан соғанда кетті бір жағы. Жанар Үрімжанқызы ол кісі домбыра тарта ма? Ол да домбыра тартады. Күй тартады, иә? Иә, екеуміз бірге концерттерге қатысамыз. Осындай концерттердің бәрінен қалмаймыз. Бірге жүресіз. Бірге жүреміз, бірге тұрамыз. Егізбіз ғой, бір-бірімізсіз жүре алмаймыз. Айтады ғой, егізді бөлуге болмайды деп. Қай жерде болсын бізді әкімге кірсек те, қайда кірсек бірге кіріп, бірге шаруамызды шешіп шығамыз. Өздеріңіздің сүйікті өнеріңіз, қазіргі заманның тілімен айтқанда хоббиіңіз қандай? Менің хоббиім сол жаңағы тикток, бірінші домбыра. Сонан кейін жаңағы іс тігу жақсы көремін негізі. Мынандай тюрбандар тігіп аламын өзіме. Өзіңіз тігесіз ба? Мен өзім тігем. Жоқ, мынау өкіметтікі пока. Өзімде қазір машина жоқ. Машинамды ауылға беріп қойып едім. Анамның машина еді. Бірақ қазіргі заманауи машина алғым келеді. Содан осындайларды қайтадан тіккім. Иә, оюларды жақсы көремін. Мектепте жүргенде сызуды жақсы көретінмін, сызу сабағы. Сондай мен кішкене мамам менен керемет тігінші болатын. Ол кісі домбырадан да сабақ берді, детсадта да, пианинодан сабақ берген өнерлі адам болған. Екі жерде жұмыс істейтін. Әкем сол қызметте жұмыс істеді жақсы. Спортқа деген қандай қызығушылығыңыз бар? Ой, спортты әлім үшін жақсы көремін ғой. Әлім үшін жақсы көремін. Жаттығулар жасайсыз ба? Жасаймын. Енді бір нелер шығып жатыр екен, жаңағы жаттығу жасайтын үйдің ішінде былай. Соны сатып алмақ ойым бар. Жақсы көреміз. Бассейнге барғанды жақсы көреміз. Спорттарға барамыз Жанар екеуміз. Андай бізге қазір негізі өкіметтің жасап қойған тегін спорты бар, бассейні бар ғой. Сондайларға барамыз. Курортқа барсақ та сол спорттан шықпаймыз. Денсаулыққа пайдалы ғой. Иә. Мені жаңа тиктокқа салам дедіңіз ғой? Фото, видео, сондайлар салып тұрасыз ба? Салып тұрамын, үнемі салып тұрамын. Оны қалай үйреніп алдыңыз? Балаларыңыз үйретті ма? Иә, ең алғашында жай қызығып қарап отыратынмын, жай бірдеңелер салып отыратынмын. Артынан қызығушылық басталды. Содан кейін дамыды. Қазір менде 25.600 подписчигім бар. Лайк қойғандар қаншама. Әрі қарай дамытамын деген ойдамын. Еңбекқорлығыңыздың арқасында, осындай жан-жаққа саяхаттағанда біздің арқасында алған марапаттарыңыз бар ма? Менің мынау күйден жаңағы фестивальдарға шығам, жан-жаққа жарысқа барам, Шашкинде жарысына барам арасында. Сол жаңағы фестивальдардан жаңағы орын жеңіп, даже үлкен бас жүлде алып келген кездерім болды. Алматының ар жағында Спутникке де бардым, тағы да осы жақта да басқа қалада да қойған концерттермен алған марапаттаған және анандай сыйлықтардың бәрін өте мүлкі сақтаулы бәрі. Андай несімен, грамотасымен, медалымен бәрі сақтаулы. Мәдениет үйінің концерттеріне де барып тұрасыз ба? Иә, барып тұрам. Домбыра тартасыз, күй тартасыз? Иә, күй тартамын. Фестивалға шақырып, фестивал. Домбыра жарысына шақырып, домбыраға барамыз. Сайыстарға қатысып. Ауылда да, мектепте де сол қатысқам кезінде. Сахнада да жүрдік көп. Жанар Үрімжанқызы ол кісі де неге өнерге жақын ба? Тиктокқа ол кісі де салам? Әрине, ол да тиктогын ашып, ол да шығып жатыр. Ол ақын, өлең шығарады. Любой тақырыпта. Адамның өміріне де шығарады. Қаншама несі жатыр, жазғандар жатыр. Соны жарыққа шығара алмай жұмыс. Ал енді ол да күй тартады, ол да өнерлері бар. Гүл жасайды, мынандай түр-түрмен гүлдер жасайды. Сондай көп өнерлері бар. Тамаша. Біздің кітапханаға жиі келіп тұрасыз ба? Иә, келіп тұрамыз, алып тұрамыз. Анау әсіресе маған жақсы бір адамның өміріне деген, мына өмірге байланысты кітаптар көп ұнайды. Достарыңыз бар ма қазір күнге дейін араласып жүрген? Дос деген адал болады. Кейбір адамдар айтып жатады, ер адам мен әйел адам арасында достық болмайды дейді. Соған қалай қарайсыз? Жоқ, болады достық. Достық арамдықтары жоқ болса, олар жақсы дос бола алады. Бір-біріне көмектесіп, кәдімгі адал жүректермен дос болуға ол бар.
ондайлар. Ал кейбіреулер болады, арам болады, оны өздері байқамай қалады. Ол арамдық қайтсе де бетіне шығады ғой. Соларды көргеннен кейін айтады ғой елдер. Ал енді менің достарым бар әртүрлі ұлттан. Менде жан досым бар, Галя Макарова Алексей қызы, жан досым. Лилия Алхутова, қазір Германияда. Жаңа қазақ достарым бар, басқа оралман достарым бар, бабушкалар, құрбыларым бар сондай. Мен бәріне әлі күнге сен араласып тұрамыз. Германиядағы Лили француз қызыменен де араласып тұрамын. Ол осы жаққа келген кезде сол жолығамыз. Ана жақтан кәдімгідей сөйлесіп отырамыз. Видеокамерамен болсын. Галя Макарова Алексей қызы, менің жан досым, ол Таразда тұрады. Жан досым, ол бітте кезімізде бірге өскенбіз ауылда. Ауылда тұрып еді оқысын? Иә, ауылда тұрған, ол орыс мектепте оқыды. Көшіп кетті ме жаққа? Содан тұрмысқа шыққаннан кейін жоғалтып алдым. 13 жыл жоғалтып әзір таптым ғой. Қалай таптыңыз? Бармысың бауырынан тауып алған? Жоқ, менің жеңгем, Рымкүл жеңгем айтты. Осы біздің үйде бір хат жатыр. Мен таба алмай жүрмін, 13 жыл болды. Содан жаңағы хат жатыр, Галя дей ма бір хат жатыр деді. Галя ғой Макар. Сосын мен ой деп секіріп қуанып, маған тез беріп жіберші, адресі керек. Ол кезде адреспен сөйлесеміз ғой, поштаға барып. Содан беріп жіберді жеңгем. Содан жаңағы адрес бойына звондап, жаңағы сразу Галя жолға шықты баласымен. Екеуміз уже бір-бірімізді танымаймыз. Пойыздан түстік. Мен пойыздан тосып тұрмын. Вагонның бәрін айтқам. Енді сөйтсек біз қарамаға сөйтіп кеттік. Біз танымаппыз, өзіміз көріп кеткенбіз ғой. Содан мен адресімді білет. Сосын мен алай тосқан, былай тосқан, мен пойыздың ішіне жүгіріп іздеп жүрмін жаңағы подружкамды. Содан жаңағы таксистті үйге кетіп қалыпты. Іздеп жүрген кезде. Содан үйге барсам, екеуміз бір сағат көрісіп жыладық десек, өтірік айтпаймын. Сондай жан доспыз, әрі келе жатырмыз бір қалыпта. Қандай жақсы. Анау кезде ұлы Астанада тұрады. Соған келдім деген кезде мен тура Астанаға бір күн салмай сразу Астанаға бардым. Кездесіп, сағынып кетесің. Сондай жағдай. Дос деген дос болғаннан кейін дұрыс дос болу керек. Адал болу керек. Бір-бірінің сырын сыртқа шашпау керек. Өмірлік дос болу керек. Дұрыс айтасың. Ал ағайынның қазіргі заманда мысалы ағайындар көбісі бір-бірімен араласпайды, бір-бірін көре алмай жатады. Ол жағынан не айтасыз? Ағайын туыстарыңызбен қалай бірліктеріңіз жарасуда ма? Иә, менің ағайын туысымнан жаңағы екі ағам өмірден кетті. Қазір жалғыз ағам қалды. Біз ол кісіге бармасақ жүре алмаймыз. Ол кісі даже кішкене бір кешігіп звондамай қалсаң, мені іздемейсіңдер ме, бір мезгіл звондамайсың ба дейді. Сосын біз аламыз да Жанар екеуміз сразу ауылға тартамыз осы уақытта. Жаны қалмай, біз келгенше алдымыздан тосып, балалары келіп біз тосып алып тұрып, кәдімгідей құрметтеп, сол үйде арқа-жарқа қонып, ауылымызды көріп, бұрын өзіміздің тұрған үлкен үйімізді көріп қайтамыз. Қазір басқа адамдар тұрады, кіріп тұрып көреміз. Сол балалық шағымызды еске алып, ағаларымызбен арқа-жарқа болып, жеңгем бәрі жақсы. Жеңгемнің келіндері бар, жаңағы балалары бар, өте бәрі жақсы. Мен бұндай ағайынды мен еш жерден де таппаймын. Сондықтан мен оларға ризамын. Өмір бақи. Міне баламның, мен мысалы өзім жалғызбасты анамын ғой. Мені балаларымның тойына шейін жасап берген осы ауылдағы үлкен ағам. Жалғыз ағам қалған, иә, тәуба. Ұлымдікінде, қызымдікінде жасады. Жанар келіндері де, жаңағы ұлдары да, ағам мен жеңгем де, ағайындар, басқа ағайындарым да көмектесіп жатыр ғой. Бірақ әсіресе осы кісілер қолға алған. Осы кісілер Ақтоғай ауданында тұрады, Қарағанды облысының. Өмір бақи, ризамын. Сіздің жетістіктеріңізге ол кісілер қуанады. Қуанғанда қандай, менің тіпті шашбауымды көтеретін осы кісілер. Сондықтан мен бұл кісілерді өмір бақи тілеуін тілеп, әрқашанда ұрпағыма мың жасауын тілеймін. Шын жүрегімнен айтамын. Көршілеріңізбен қалай болдыңыз? Қазіргі таңда көршілеріңіз бар ғой, кімде болса да көрші. Айтады ғой енді, көршіңмен жақсы болсаң, ол жақта да. Кейде айтып жатады ғой, туысыңнан көршің артық деп. Иә, ол жақта да сұраласың дейді ғой, көршіңмен қалай болдың деп сұрайды екен дейді ана жақта. Мен көршіммен жақсымын. Мысалы қазір мен өзім ана тұрып жатқан жердегі көршілерменен
арқа жаққа жақсы. Жерге тұрасыз ба? Жоқ, мен осы Қарағанды облысының Қарағанды қаласының ішінде жаңағы общежитиеде тұрамын. Енді жалғыз басты болған қайтып мен ұяламын. Мысалы, 2 баламды өзім асырадым. Тағдырдың тәлкегіне неткеннен кейін, ұшырағаннан кейін. Содан кейін 2 баламды асырап өсірдім, қаншама еңбектендім, күндізде түнде жұмыс істедім. Сөйтіп жүріп, қанатты қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, балаларымның көзін соқыр қылмай, сыптай тап-тамаша өсіріп, қызымды тұрмысқа беріп, ұлымды үйлендіріп, қазір 1 баласы бар, ұлымның, қызымның 3 баласы бар, Қыз балаңыз уже отырады, бәрі уже жақсы. Күйеу балам да жақсы, бәрі де жақсы, тамаша. Немерелерім де жақсы, әже деп жаңағамай тұр. Содан басқа бақыт не керек? Басқа бақыт бар ма? Әлі де болса береді сізге Алла берсін, аха. Енді немерелерімнің қызығын көріп, солар бақытты болғанын көрсем болды. Осы Алладан бәрінен тілеймін ғой, осылардың жамандығын көрсетпей, осылардың алдынан әкет деп тілеймін. Жамандығын көрмесек болды ғой, бәріміздің тілегіміз осы емес пе? Сол, көршілеріңіз көп болды ма әлде? Ауысып отырады ғой, мысалы, қонысыңыз ауысқан сайын көршілеріңізді ауысып, мысалы, мен өз басым, мысалы, басқа қалада тұрдым, Астана жағында. Сол көршімен әлі араласып тұрмын. Ол көршіміз өзімізге ыстық. Қай кезге, қай үйге көшіп барсақ та, өз Алла көршіні Құдай қосады дейді ғой, көршіміз жақсы болып кездеседі. Сосын біз де көршімізбен жақсы араласамыз. Сосын енді біз мына жаққа қоныс аударып кеткесін ол көршілерім айтады екен, енді сендердей біздей көрші болмайды ғой деп. Енді бірінші көрші әрине ол ыстық болады. Әрине. Көрші деген ыстық қой. Мысалы, мен ауылда өзімнің үлкен үйдеміз, әке-шешемнің үйі ғой. Сосын мамам жалғыз қалғаннан кейін қазір Ақтоғайдағы үлкен ағамның қолында мәпелепті күтіп жатыр. Қазір 87-ге келді менің мамам. Әкімдер келіп, жаңағы күйін тыңдап, әңгімесін тыңдап, мамам киноға да түскен. Жаңағы Аққыз күйшінің шәкірті деп отыр ғой, сол Аққыз күйші болып ойнады. Әжемін ойнады. Жас кезін, сосын үлкен кезін. Если лажы келсе бір күні көрсетем ол нені. Сосын өзінің кеші өтті, 80 жасын тойлаттық қой, өзіміз балалар бәріміз бірге. Сол жаңағы ағаларым бәрі ұйымдастырып, сол кезде мамамның кеш өтті. Тойдың алдында күндіз өтті, кешке жақын уже тойы болды, мамам 80 жас. Қазір 87. Сізде анаңыз сияқты киноға түскіңіз келмей ме? Әрине келеді. Киноға түскім келеді әрине. Ал енді сондай жағдай. Көрші деген көршімен тату болу өзімізден. Егер ол бірдеңе десе сөз қайтарып, жаңағы соңына түсіп алып, жаңағы тизе берсең, ол да өзінің өш адамың болып қалады. Ал егер кешіре сап, көрмей қалып, естімей қалып өтіріп, сөйтіп жүрсең, ол да сенің жақсылығыңды көріп бар, сосын адам тату болады. Сосын бір адам етеді, бірігеді. Әйтпесе, бір-бірімізді менсінбей жүрсек, қашан көрші боласың? Әріптестеріңізбен қалай болдыңыз, әріптестеріңіз? Кластастарым ба? Әріптес, бірге жұмыс істеген, коллегалар. Бірге жұмыс істеген, мен әлі фабрикада, трикотажный фабрикада жұмыс істеген ғой. Сол кезде әртүрлі ұлт болды. Жалғыз қазақ мен болдым. Сол кезде үлкен кісілер бар, ол кезде мен 17-тем. Жаңа фабрикада жұмыс істеген. Одан үлі бойы ойбай мынаны көмектесіп жүрші деп, неткенде жүгіріп барып көмектесем, бүйтем сөйтем, бәрі мені жақсы көріп кетті. Ең кішкентай мен болдым. Содан маған айтты, мынау үлкен ауыр цех, мынау полотноны орайсың, оған сен бір ай ученица боласың деді. Сосын жарайды дедім. Сосын өзім тез қағып алатын адаммын ғой. 3 күнде үйреніп алдым. Тіпті зырлатып істеп тұрғам, бастық келіп маған айтады, о, слава Богу, мен сен мынандай 3 күнде үйренеді деп ойлаған жоқпын, бүгіннен бастап жұмыскерсің деді ғой. Сол кезде әйелдер қуанып мен үшін. Одан біздің негіз алады ғой ол кезде. Сол қуанып жаңағылар не етіп, ол жерде де бір қызық болған, айтайын ба? Анандай үлкен пеш, жаңағы бұлды кептіреді, қалың машинаның бұлдары бар. Соны кептіретін не, соның ішінде мынандай есіктер болады, былай 4-3. Духовканың есік сияқты. Сосын жұмыс болмай қалды түнде. Сосын айтты, бәріміз давай ұйықтайық дедік, суық қой мына жақ. Сосын пештердің ішіне кіріп бір адам жатып алдық, каждый пешке. Содан мен деген алаңсыз таңертең ұйықтап жатырмын, таңертең 8-де уже кнопка қоссам, мен пісіп кетемін ана ішінде. Содан жаңағы жерде мен ұйықтап жатырмын, сосын бір орыстың әйелімен менің киімім бірге тұрады. Сосын бәрі уже пештен түскен, олар үйренген кісілер бар, менің деген жаңа барған. Содан түсіп барып жаңағы мені киінейін деп барса, менің киімім тұр бәрі.
содан жүгірген ғой үстіге қарай. Қазір кнопканы қосып қойған жоқ па деп. Сосын жүгіріп келді да, мен де жапты сол кішкентайлауын 17. Жүгіріп келді да пешті ашып мені чұлғып, мен рақаттанып отырып қосайын деп жатқанда тоқтатып та. Одан ойбай өлді өліп қала жаздадың ғой, пісіп кетіп жаздадың ғой деп алып шыққандары бар. Міне, ұлт жаман емес. Оның ішінде ғана жамандар болады, соған бола ұлттар жаман деп айтуға болмайды. Мен ұлтты бөлмеймін, бәрі жақсы. Оның ішінде ғана жаман адамдар болады. Әр адамның ұлтына емес сана сезіміне қарай. Иә, адамына болады ғой. Бір үйдің өзінде де 5 бала болса 5 түрлі, біреуі обязательно шын болады. Құтырғыш, адамға тиіскіш. Ата-анамыз айтады ғой, шешеміз айтады. 5 саусағым бірдей емес қой дейді. 5 саусағым бірдей емес. 5 саусағымның біреуі ұзын, біреуі қысқа, біреуі орташа болғаннан кейін балаларымның мінезі де сол саусақтар сияқты әртүрлі болады дейді. Дұрыс айтасыз. Оның мінезіне қарай жүресіз, сосын кейін. Тағы да қандай студенттік кезіңізде немесе мектеп қабырғасындағы қызықты сәттеріңіз бар ма тағы да есте қалған? Мектеп қабырғасында мен өзім кішкене ол сияқты болдым ғой, жаңағы үш ағамның несіне спортына қатысам, жаңағы не істесе соны істеймін. Олар ауыр нәрсе жеңілдеуін алып спортпен айналысып, олар төбелессе мен де төбелесіп сөйтіп жүретін кезім ғой, бұл сияқты. Содан жаңағы мектепке барған кезде олар бірдеңе деп қалса мен әйелерді ұстап аяғынан тебетінмін өзі. Әлі көріп отырса мысалы естеріне алады. Қыздарды ұстап жаңағы амандасам ғой, амандаспан қолын қысып жіберіп отыра қалады, соған мен мәзбін ғой. Қолым қатты болатын. Содан жаңағы ұлдармен төбелесем өзім класстасымын. Әйелер теспейді, ол уақыттың балалары қызыру деген жоқ қой, қазіргі тәрбиелерін қорқамын енді. Ол уақыттың үйдің тәрбиесін алады, мұғалімнің тәрбиесін алады. Мұғалімді қалай сыйлайтын, иә? Ал сол кезде мен әйелерге құтырып үш ағам бар ғой, соған сүйеніп жүремін үшеу. Содан балалық қой енді. Сол аяғынан теуіп, ауыратын жерлерінде теуіп бақыртып қоямын, соған мәжбүр өзім жеңіп жүрмін. Ал олар мені сыйлап, қол көтермейтін. Сондай бір ол сияқты қылықтарым болатын. Сосын мынандай биік-биік, тау-тау, жартас-тар жүріп. Сонда айтатын, сыңарым айтатын, сен түлен түртіп жүрмек бір күні құлайсың ғой деп. Сондай құмар, биікке, талдың басына шығу, мынандай жартастардың ең қиын жеріне шығу деген. Сондай құмар. Ал енді студент кезде, мына Жезқазғанда студент болдым дедім ғой, сол кезде қыздар бәріміз помидор, бір бөжек-бөжекпен помидор беретін әдеттер бар. Соны бәріміз отырып алып бір-бірімізге атақылап ойнайтынымыз бар. Қазір кейбіреулер солай ойнаған шығар, естерінде шығар. Сонда ойлаймын, сол байқұспайым өтірді. Жегеннің орнына тойғандық. Хат әкелсе торт деп айтатынбыз. Сонда қынжылмай ол уақытта қалай ақша керемет жетіп тұрды ғой. Хат әкеледі, торт әкелді, торт әкеліп бәрі арқа-жарқа мәз бір сол торт жетіміз. Сондай жақсы замандар болды. Жеті сайын ауылға қарай кетіп қаламыз. Пойызға отырып, қыздар 10 қыз оқыдық. Сонда неге ауылға кете береміз десе, сол Жезқазғанның қаланың қызығын көрмесе ауылға тұрда береміз. Осы таяуда Наурыз бойы енді түгел мереке болды ғой. Оның үстіне Рамазан айы болды. Сол кезде Рамазан айында ораза ұстадыңыз ба? Жоқ, ораза ұстаған жоқ. Өйткені асқазан нетеді, асқазанға дәрі ішіп жүрмін ғой, сондықтан ұстай алмай жүрмін. Қазіргі жастар бәрі, қазіргі заманда сол ораза ұстауды бәрі біреуі қызық көреді, біреуі кәдімгідей сеніп, сөйтіп Аллаға сыйынып ұстайды ғой енді. Біреуі арықтау үшін ұстайды, біреуі арықтау үшін ұстайды, біреуі Алладан тілектерім орындалсын деп ұстайды, сондай әртүрлі, әр өзінің ойымен ұстайды ғой енді, шамасы келгенше. Сол енді бүгін жобамызға келдіңіз, алтын уақытыңызды бөліп, сол біздің кітапханаға деген тілегіңіз, әріптестерімізге деген тілегіңіз болса, өзіңіздің өнеріңіз болса, соны бір көрсетсеңіз. Кітапханаға деген тілегім, істеріне сәттілік тілеймін. Осы жердегі ұжымдардың бәріне бірінші денсаулық тілеймін. Балалық шағалары аман болсын, осы жұмысқа келіп кетіп, аман есен жолдары болып, аман барып сау қайтып жүрсін.
әрқашанда жұмыстары оңды болсын, тек қана алға кектей берсін, дами берсін, бұдан әрі көркейе берсін кітапханаға оқырмандар көп келсін, қызығушылықтары мықты болсын. Барлық ұжымға бақ тілеймін, денсаулық тілеймін, ақ жол тілеймін, бақыттың ішінде бәрі бар, бақыт тілеймін. Сол енді сіздерге арнап бір күйімді арнаймын. Секен Тұрысбековтың күйі «Көңіл толқыны». Рахмет көп-көп. Жанат Ырымжанқызы, сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі біздің өмірде шектеу жоқ атты жобамызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет айтамыз сізге. Басты денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, балапандарыңыздың тек қана қызығын көріңіз, жолыңыз әрқашанда ақ болсын. Жаңа айтып өттіңіз ғой, жартастарда, биіктерде жүргенді жақсы көрдім деп. Әлі де болса биіктен көріне беріңіз. Алла аяқ астынан сізге бір қуанышты сәттер сыйласын. Бар жақсылық тілеймін. Ақшаңыз көп болсын. Қазір енді осы бәрі ақшаға тіреліп тұр ғой. Үйлі пәтерлі болыңыз. Армандарыңыз орындалып, бір күні бізден сүйініш сұрайтын болыңыз.
қыздар мен неме арманыма жеттім, бүгін пәтерлі болдым, алла берем десе фотошкадан да береді дейді ғой аяқ астынан. Бәрі сәтті болсын, әрбір атқан таңыңыз сізге үлкен сәтті қуаныштар сыйласын, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Алланың ажарында, бақыттың базарында болыңыз, бақытты ана, бақытты әже болыңыз. Анаңыздың, ата-аналарыңыздың тек қана жақсы жолдарын берсін. Рахмет, сізге де рахмет. Бүгінгі жобамыз өз мәресіне жетті. Сау сәлеметте болыңыздар.